оның үстімен домалақ арыз түсті. Ол шамамен 8 немесе 10 саны. Ол жерде жазылған Айман мектеп директорымен бірігіп сыбайлас екеуі бүкіл мектепке мемлекеттен бөлген ақшаның бәрін Айман жеп жатыр. Тағы мұғалімдерді қорқытып ақша жинауға үйретіп жатыр. Барлық неге ремонтқа, басқаға оқушылардың бәрінен ақша жинайтын осы Айман деген. Сосын кітаптарды сатады деген нелер бар ішінде. Жалпы арыздың саны 8-10-ға жетеді. Енді домалақ арыз қаралмайды деді, бірақ саны көп болғандықтан қаралады деп 2 күн тергеуде болдым. Тергеу өте ұзақ уақытқа созылды. Бірінші күні 4 сағат көлемінде, екінші күні 8 сағат таза тергеуде отырдым. Жолға барып келетін 2 сағаттан 4 сағат, сонда мен түскі 12:30-да кетіп, түнгі 10-да үйіме жеттім. Тергеу деген енді бірінші тергеуде болып жатырмын, өте ауыр екен. Дегенмен мынау біздің неміз жаңағы менің өзі былтырдан бері қарсы шығып жүрген мәселелер жайында айтылыпты. Жалпы мен қай мәселеге қарсы шықтым, сол мәселені менің өзіме жауап болды. Ол шындығында дұрыс, мені танымайтын адамның істеген іс-әрекеті бұл. Дегенмен қазір осы соңғы бір 10-15 күннің ішінде көріп жатқан қысымым, жан жақтан көріп жатқан қысымыма байланысты мүмкін маған бір тосқауыл қою немесе жала жауып жұмыстан кетіру ма, әлде басқа жағдай ма, оны мен нақты ештеңе айта алмаймын. Дегенмен жан жақтан қысым болып жатыр ғой қазір. Енді мынау арызға байланысты ештеңе өзім түсініп отырған жоқпын. Мен өзім жаңағы тергеушіге жауап бергенде әрбір арыздың ішінде айтылған әрбір дүниеге, әрбір нәрсе, мысалы кітапқа байланысты Айман кітап сатады. Жаңағы мектеп оқулықтарын саттырады. Мен қалай мектеп оқулығын саттырамын, егер мен кітапханашы емеспін, егер мен сынып жетекші емеспін. Соған байланысты мен әрбір мақаланы беріп отырдым жауап ретінде. Мен осы қыста кітап сатқан, Украинадан келген кітапты оқушыларға сатқан үшін қарсы шыққанмын. Егер мен кітап балаларға мемлекеттен берген, тегін берген оқулығын саттыратын болсам, мен мына кітапқа қарсы шықпас едім ғой. Сонша қиындық көріп. Министрге дейін сол кітап бойынша хат жазғанмын, кітапқа байланысты деп. Әр мақаламды беріп отырдым. Тергеу барысында әрбір іске байланысты әр мақаланы беріп отырдым. Енді бұны мен ешқандай білмеймін, мен түсініп отырған жоқпын. Не себепті? Мүмкін менің шындығым ұнамайды. Мен ойлаймын, ешқандай әкімге де, директорларға да, жоғарыдағы басшыларға да ешқайсына менің шындығым ұнамайды. Мені тергеу күндері 20-21 күнге келді, қарсы келді. Бұл мен тергеушіден сұрадым, ол арызды біреуі осылай қолмен жазылған, сіз маған беріңіз, мен оны тексертемін де, үстінен арыз жазам деп сұрағанда, ол айтты, білмеймін, мен қазір бере алмаймын деді. Сосын бұның қандай, қолдан жазылған, бұл конвертпен келді ма деген, бұл прокуратурадан келді деді. Конвертін біз тастап қойғанбыз деп айтты. Сонда ол мүмкін одан бұрында 2 рет мен прокурорда болдым ғой жер мәселесіне байланысты. Мүмкін прокурордың сол өздерінің ұйымдастырып отырған шығар, оны да білмеймін, нақты мен білмеймін. Себебі прокуратурадан келді деп ешқандай конверт ештеңесін олар маған көрсеткен жоқ. Ақсақалдар алқасы келіп жиын ашқан күні сағат кешкі 7-де маған мынандай бір қағаз берді мектеп директоры. Ол жерде ешқандай жер мәселесі, не митинг мәселесі айтылған жоқ. Тіптен айтылған жоқ. Бірақ сол 3 сағаттық жиыннан кейін, мені қанша қысымға алғаннан кейін, сағат кешкі 7-де маған қағаз берді. Ертең 21 күні сағат түске дейін сенің жұмысың, жұмыстан сұранатын болсаң рұқсат бермеймін, қаулыңа тағы да қағаз береді. Бірақ сағат 1-ден 7-ге дейінгі аралықта педкеңес болады. Сіз сол педкеңеске келмейтін болсаңыз, сіз жұмыстан шығарыласыз деген, педкеңесте болу міндетті деген мынандай қағаз жазып беріп қолыма. Соны өзінің мөрін басты. Сол директор жаңағы 21 бейбіт шеру болатын күн болды ғой. Бірақ өкінішке орай жаңағы
21 күні сағат 12:30-да мені 12-де келді ғой, анау нелер келді де, тергеушілер келді де, повестка беріп, мені тергеуге алып кетті. Сол күні түнгі 10-да мен үйге келдім. Көрсетті бәрін. Біреуі осылай қолмен жазылды, қалғаны бәрі компьютерда басылды, бәрі бір-біріне ұқсас. Астына мектеп ұжымы деп жазған. Тағы бір қызығы мектеп ұжымы дегенде, мектепте болмайтын, бір мектепте болса да, екінші мектепте болмайтын іс-әрекеттер жазылған. Мәселен, менің мектебімде, бірінші сыныпқа бала алғанда ақша алу деген жоқ, себебі бізде бала аз өзі, бізге бала жетпей жатыр. Ондай ақша алу деген жоқ, енді барлық заңсыздықтарды айтып жатырмыз ғой, бірақ дәл сол нәрсе жоқ. Оның бәрін жазған ол жерге. Сонда біздің мектепте мүлдем хабары жоқ адам жазған арызды. Арыздың ішінде жаңағы бірінші сыныпқа мұғалім оқушыны алғанда ақша алады, одан кейін баға сатады, бағаны түзету үшін ақша алады, саудалайды. Ол мынау мұғалімдер егер оған көнбесе, мұғалімдерге қысым көрсетеді. Одан кейін жаңағы мектеп оқулықтарын сатады балаларға, сосын мұғалімдердің бәрін қорқытып, не жасайды, ақша жинауға үйретіп отыр, ремонтқа, басқаға. Осы нәрселер көрсетілген. Сол жағдай, тағы мынау директормен сыбайлас деп айтқан. Ремонтқа ақша жиналады мектепте. Бұл бір мектепте, бір ауданда емес, бұл Қазақстанда бар. Бірақ енді оны біз шөкілеріне жетіп, оны прокуратураға беріп басқа болып ешкім жасай алмаймыз. Себебі қыркүйек айында мынандай қағазға қол қойылады мұғалімдерге. Сіз ақша жинамаңыз, оқушыдан деген қағазға қол қояды, директордың бәрі қол қойғызады қағазға. Одан кейін бұлай мемлекеттен бөлген ақшаны кім жейтінін білмейміз. Мектепке кішігірім ғана ақша келеді, бірақ сол ақшаның өзі сыныптарға жетпейді. Соңында мұғалімдерге міндеттейді ремонт жасауды, ақша жинауды да міндеттейді мұғалімдерге. Соныменен ешкім оны аша алмайды, себебі егер оны ашатын болсам, қалай ол қанша мұғалімнің тағдыры ол жерде. Бірақ мұғалім оны қалтасына салмайды. Оны былай ойламау керек, мұғалім жинап алады да оны қалтасына салады деп. Мұғалім егер сыныпта 20 бала болатын болса, әр баладан 2,5 мың теңгеден жинайтын болса, егер 2 бала бермей қалса, мұғалім соны қалтасынан беруге мәжбүр болады. Көрдіңіз ба? Бұл барлық мектепте, барлық неде бар, республика бойынша бар проблема. Бұны жеңу оңай емес екен. Енді қазір арыз жазайын десең, мұғалім жауап береді, директор жауап бермейді. Қалай ол мұғалім қалтасынан ақша төлеп отқан мұғалімді күйтіп қоя аласың? Енді ол тілін қысқа шындығы керек. Бұған мен ата-аналар қалай қарайды сол? Ата-аналар да сол, мұғалімдердің кейпін киген ата-аналар да береді барып, бермейтін бір ата-ана, 2 ата-ана болар, бірақ анау обал ғой, мұғалімге обал ғой, мұғалім қалтасына төлемесін деп ата-аналардың өздері беруге ыңғайлы тұрады. Енді ата-аналардың да мысалы былай айтуына не болуына болады, бермейміз деп, олар ыңғайлы тұрады. Соған байланысты Facebook желісінде мен жариялағанмын, ұстаз, сен өте ірі тұлғасың, сені директор алдыңды кесіп өтпесін, әкім сыйласын, министр құрметтесін, қажет болса президент те сыйласын сені. Сен өз қадіріңді түсірме, сен төрдегі орныңды жемқорлар мен жылпостарға берме, ешқашан есікке шығушы болма. Сені пайдаланып, ремонтқа ақша жинатып, сені пайдаланып кетпесін деген жазбалар жариялаған. Мені былтырғы қорғаған журналистер бар, редакторлар бар, әлеуметтік желідегі әріптестерім бар, аға әпкелерім бар, бәрі қолдады ғой. Жалпы соның бәрі үлкен қазір көмек болып жатыр, мына арызға байланысты. Бұл жерде алғашында біраз адамдар болды да, 1-2 кісі шығып кетті, мына әңгіме басталғанда. Жалпы бұл әйел адам, әйел азаматша, мен оның кім екенін білмей қалдым. Мен ол кісінің негізі анандай жағдайда біразының аттарын жаздым, біраз аттарын айтпады. Жазып алған қағазымды олар ұрлап кетті. Ана әйел азаматша, осылай мен суға шыққанда қағазды алып, сөмкесіне салып жатқан көрдім, ұрлап кетті олар. Аты жөнін атаудан менің атайтынымды білді де ұрлап кетті.
Енді ол адамдардың кім екенін білмеймін. Жалпы менің ойымша мынау Асылбек Қожанов деген ақсақал бар. Ол кісі Райымбек ауылдық округінің ақсақалдар алқасының төрағасы. Сосын Смағұл Садықұлы деген ақсақал, Көксай ауылы ақсақалдар төрағасы. Сосын Елтай ауылдық округінің ақсақалдар төрағасы болды. Ол кісінің аты жөні жазылған қағаз ұрланып кетті деп айтып отырмын сізге. Сондықтан көп адамды білмей қалдым. Қырғауылды ауылының ақсақалы Иманжан ақсақал болды ол жерде. Сосын тағы бір әйел азаматша болды. Ол кісі аты жөнін айтпай кетті. Оны директорда білмеймін аты жөнін дейді. Сосын Райымбек ауылдық округінің әкімі Айдын Әуесбай болды ол жерде. Сосын Қарасай ауданының әкімінің бір аға болды. Мен ол кісінің түрін танимын. Мен интернеттен де іздеп аты жөнін таба алмай отырмын, шындық керек. Сосын сол жалпы саны бір 10-ға жуық. Сосын менің мектебімнің директоры болды. Мен ол жерде ұжымым келсін. Менің кәсіподағым келсін, мектептің кәсіподағы деп талап еттім. Мен жалғыз өзім жиналысқан, мен жалғыз өзім шақырмаңыздар деген. Бірақ менің талабым орындалған жоқ ол жерде. Жалпы қысым көрсетілді. Олардың бәрі былай айтады, олардың ойлары басқа менің ойымнан. Мұғалімдер сенбілікке шықса не болады екен? Шықсын мұғалімдер. Ремонтқа ақша жиналса не болады екен? Жинасын. Ертең мен ата-ана боламын, мен де жинап беремін ремонтқа. Бізде мына мектептің айналасының бәрі дұрыс жасалмаған. Мектептің ішінің ремонты басқасы дұрыс емес. Анау лестницаларын жатыр, не бар ғой, төменде сыртта, сол дұрыс емес, сынып жатыр бәрі, соның бәрін жасау керек. Ол үшін ата-аналардың көмегі керек. Сен неге барлық нәрсеге қарсы шыға бересің деп маған осындай нелер жала жатты. Сен арандатушысың, сені мектебімнің мұғалімдері де оқушылар да жақсы көреді екен. Сенің айтқаныңды жасайды, сенің айтқаныңнан шықпайды екен. Сен арандатып жүрсің олардың бәрін. Сенбілікке шықпа десең олар шықпайды. Директордың айтқанын ешкім тыңдамайды екен деп маған солай әңгіме айтты. Жалпы 10 кісі болды, бірақ бір 2 аға сөйлеген жоқ, қалғандардың бәрі сөйледі. Сол ана кісінің аты жөнін ақыры білмей қалдым, сол білмеген күйі. Директор ертеңіне 20-сы күні, ол 19-ы күні болды ол жағдай. 20-сы күні кәсіподаққа арызданып едім, сонда мектеп ұжымы сұрайды, ол кісі кім екенін. Бірақ директор ол кісінің кім екенін айтқан жоқ. Ол кісі өзін ата-анамын деп таныстырады. Бірақ ол ата-ана болғанда, қай баланың ата-анасысың десем, ата-анасысыз деп сұрасам, мен баламды енді алып келемін. Енді алып келетін, баласын енді мектепке алып келетін ата-ананың олай келуге қақысы жоқ біріншіден. Екіншіден ол біздің ата-анамыз болып саналмайды. Ал енді директор айтады, неге кіргізбеуім керек дейді. Сонда мына ертеңіне бір мұғалім келіп айтты маған, Асылбек Қожанов ақсақал солардың көршісі болады екен. Ол кісі айтыпты, мен ештеңе білген жоқпын, Қарасай ауданының әкімшілігі жіберді, бардым сосын деп айтқан екен. Сонда мен ойлаймын, ол мүмкін ол қарапайым ата-ана менің ремонтқа ақша жинауға қарсы шыққанымды білсе, ол маған қарсы болмас еді. Егер керісінше ата-аналар мені қолдар еді. Бірақ анау мүмкін ол әкімшіліктің өздерін дайындап жіберген адамдары болуы мүмкін. Осы кезге дейін ешқандай болған жоқ. Мен қазір 12 жыл жұмыс істеймін, 12 жылдың ішінде мен жаман сөз естіген емес едім. Енді кешегі соңғы 1-2 күннің ішінде кәдімгідей қысым көрсетіп жатыр мектеп директор тарапынан. Тіптен енді қандай директор диктант тексереді, менің тексерген диктантыма дейін қайтадан тексеріп солай жасап отыр. Енді ол ондай дүниеден әрбір мұғалім өз несімен шығып кетеді деп ойлаймын, ол соншалықты үлкен мәселе емес. Ондай ақсақалдардың негізі жұмысы болмау керек. Бірақ бұл заңға қайшы. Тағы бұл мен мектеп мұғалімімін. Мені сол ақсақалдардың өзі мұғалім сыйлау керек, мұғалім алдынан етті. Бірақ бұның бәрін ұйымдастырып отырған әкімшілік деп ойлаймын. Қарасай ауданының әкімшілігі ұйымдастырып отыр деп ойлаймын. Себебі ол ана менің де өзі, жаңағы ата-анам деп келген әйелдің де өзі сол аудан басшылығының бір маманы болса керек.
нақты білмеймін кім екенін. Былай, бірақ мен солай шамалаймын. Себебі Райымбек округінің әкімін былай отырды да, әкімдерін шақырыңдар деді ол осылай. Қандай ата-ана әкімдерін шақырыңдар деп айтпайды ғой. Оған әкім келе қоя ма, ата-ана шақырып жатыр деп. Әкім келді, әкім үндеген жоқ. Мен әкімнен араша сұрадым, Айдын Әуесбайдан. Айдын мырза, сіз не айтасыз? Мына жерде директор кіргізіп тұр бәрін. Сіз не айтасыз? Сіз мені қорғамайсыз ба? Директордан жоғары менің қорғаушым сіз болуыңыз керек қой. Айдын Әуесбай үндеген жоқ, дауысы шыққан жоқ. Негізінде мұғалім ең бірінші өзінің мамандығына сай болу керек. Сай болу керек, одан кейін ештеңеден қорықпау керек, заңды жақсы оқу керек болды. Мен одан басқа білмеймін. Тағы мені негізінде бар ғой, барлық мұғалім де оқиды, заңды біледі, бірақ жаңағы өзінің кәсібіне дипломын беріп отырған жерлер бар. Барлық мұғалім кәсібіне сай деп ойлаймын, бірақ мені бұл жерде мені көтерген бір нәрсе бар. Бұл халық және журналистер. Мені қорғаған үлкен топ солар. Егер халық пен журналист мені қорғамағанда, журналистер қорғамағанда, мен де солар сияқты не жұмыстан шығып дедім, не инфаркт алып жатар едім. Екеуінің біреуі болады. Мен ешкімнен артық емеспін, ешқандай. Ол мұғалімдерді халық пен журналист қорғау үшін не істеу керек? Олар әлеуметтік желіге кіру керек бірінші. Facebook бар ғой. Біз қазір енді көбінесе мұғалімдер басқа поштамен жұмыс істейміз ғой. Facebookқа кірсін, содан кейін халықпен, журналистпен аралассын. Сол жалпы басқа не жоқ, соншалықты үлкен қиындық жоқ оған. Енді сол негізінде мен ешкімнен артықшылық жерім жоқ. Мен де сол мұғалімдер сияқтымын. Бір білімім асып, немесе басқадай неғып тұрған жерім жоқ. Бірақ маған үлкен күш берген, мені қорғаған журналистер менен осы халық болғандықтан, көп адамдар сондықтан мен жұмыстан шықпай, осылай жүрген, аман есен жүргенімнің себебі сол. Сондықтан тағы да осы мені қорғаған, қолдаған халыққа, журналист редакторларға үлкен алғысымды айтамын. Үштілділікке байланысты мен мынау Жас Алаш газетінде дөңгелек үстелге бардым. Сосын мынау Ирина Саиджанқызының несінде сөзінің шыны керек бағдарламасында өз пікірімді айттым. Үштілділік бұл дұрыс емес ешқашан. Бала 10 жасына дейін өз ана тілінде оқу керек. Ол барлық дамыған елдердің бәрінде ғалымдар бәрі зерттеп, басқа елдердің бәрінде солай болады. Енді жалпы үштілділікке байланысты менің айтатын мына нәрсе 10-11 сынып оқушыларына мынау физика, химия, биология пәндері ағылшын тілінде оқытылады. Сосын дүниежүзі тарихы орыс тілінде оқытылады. Неге ол ағылшын тілінде оқытылу керек? Сонда сіз қараңыз, мынау үш тілді бірінші сыныптан бастап кіргізіп қойды. Ертең физиканы білмеген бала, химияны, биологияны білмеген бала, ол ешқандай мамандық ала алмайды. Қарапайым медбике бола алмайды. Мен сияқты мұғалім де бола алмайды. Егер биолог мұғалім болғысы келсе, ол биологияны білу керек, міндетті. Сондықтан ата-ана соны білген ата-ана анаға байланады да, неге ағылшын тіліне. Ол қазақ тілін ысырып қояды да, ағылшын тілін міндетті түрде оқытады. Егер ол ағылшын тілін оқымаған бала, оқи алмаған бала бірінші сыныптан бастап, ол ешқандай мамандық ала алмайды, ол тек қара жұмысқа ғана жіберіледі. Сонда бұл үштілділік деген негізі қазақ халқын құрту мақсатында. Не халық жаппай сауатсыз болады, егер жаңағы ағылшын тілін оқымаса. Егер ағылшын тілін оқыса, онда қазақ тілі жоқ деген сөз ары қарай. Сонда мен айтамын, осы қазақ тіліне неге қазақ тілін 25 жыл дамыта алмай келді? Қазақ тіліне осы реформаны неге қолданбады? Неге басқа жаңағы басқа тілде оқытылатын орыс сыныптары бар, орыс мектептері бар, ұйғыр мектептері, өзбек мектептері, соларға биологияны қазақша оқы десе, ол қазақ тілі дамып кетер еді. Дұрыс қой. Оны қазақ тіліне дәл осы реформаны пайдаланған жоқ, есесіне ағылшын тілі мен орыс тіліне бізді байлап қойды. Бізді байлады, таза байлады. Енді айтады, қандай ата-ана болса да баласының қара жұмыс істегенін кім қалайды?
амал жоқ айтады. Сен ағылшын тілін оқы, орыс тілін оқы. Ол екеуін оқымасаң, ертең мамандық ала алмайсың. Тағы бұл екеуін жетік меңгермеген, бұл екі тілді жетік меңгермеген бала қанша ағылшынша оқыса да, ол мамандық ала алмайды. Ол білесіз ғой, қандай өндіріс орындары болсын, басқа жерде жұмыс істесе де химияны, биологияны, физиканы білуіміз керек. Ал оны білмеген бала енді тек қана мынау қазақ тілін ғана біліп қойған бала соншалықты мамандық ала алмайды болашақта. Сондықтан мен оған тікелей түбегейлі қарсымын. Ол біз Қазақстанда өмір сүреміз, қазақ тілі бірінші басты орында тұру керек. Біз өзі аз ғана халықпыз. Мынау Франция деп министріміз Францияны кешке дейін Францияны мысалға келтіреді. Францияның өзінде бірінші сыныптан бастап мемлекеттік тілде, француз тілінде жаңағы емтихан тапсыру. Тағы бұл дамыған елдердің еш жерде, ешқандай дамыған елде басқа ғылыми пәндерді, ғылымды ағылшын тілінде оқыту деген жоқ. Ғылым барлық елдерде өз ана тілінде оқытылады. Мысалы, Жапония жақсы дамыған мемлекет қой, олар жапон тілін бірінші орынға қояды. Ол ағылшын тілін білмеген бала, жаңағы білмеген ел, ағылшын тілін басты орынға қоймаған ел, жаңағы дамымай қалады деген сөз жоқ. Жапон тілінде, Жапонияда жапон тілі басты орында тұрады. Олар өте жақсы дамыған мемлекет. Бізде қазақ тілінде басты орынға қойсақ, бізде өз ұлтымызды да, жерімізді де, елімізде дамыған мемлекетке қосылар едік.